бір жылда, жарты жылда бірнеше партия пайда болуы мүмкін ба? Әрбір осы партияның артында бір күштер бар. Нағыз қожайындары. Олигархат, олигополия, бір жаңа билікте болуы, суперпрезиденттік, оның бәрін біз көрдік соңғы 20 жылда. Конституция әрбір азаматқа құқық береді. Сен сайлануға кепіл берем деп. Ал қалай береді? Ол партияда емес болса. Және мен сіздің ойыңызбен бұл жерде келісе алмаймын. Және былай айтқанда президентті подставлять етіп отыр. Кәдімгідей. 10-15 партия әлі тіркелмей тұр. Сен мен сайлаған жоқсың, мен партиядан бардым деген. Жоқ, қараңыз. Сонда көрдік. Сен прокурорсың дейді. Сен заңды сақтайсың дейді. Мен ФСБ дейді. Маған тәртіп керек дейді. Сол тәртіп сақтау үшін мен заңға қарамаймын дейді. Көрдіңіз бе? Армысыздар, Бап Таймстың тұрақты көрермендері, біз бүгін енді еліміз үшін өте өзекті мәселені талқыламыз келіп отыр. Білесіздер, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев биылғы жолдауда алдағы уақытта Қазақстан қос палатадан бір палаталы парламентке өтуіміз мүмкін екенін айтты. Енді бұл тек техникалық өзгеріс емес, мемлекеттік құрылымның болашағын айқындайтын үлкен шешім. Әлемде мұндай тәжірибеге барған мемлекеттер аз емес. Қазір енді оны хабар барысында талқылаймыз. Алдымен бүгінгі құрметті спикерлерімізді таныстырып өтсек, бізді сыйлап келіп отырғандарыңызға біріншіден рахмет айтамыз. Журналист, заңгер Асхат Асылбеков және де саясаттанушы, қоғам белсендісі десек болады ғой, Қазбек Майгелдинов. Қош келдіңіздер. Құрметті спикерлер, негізі президент өзінің жолдауында қос палата осы уақытқа дейін саяси тұрақтылықтың кепілі болды деген еді. Ал ендігіде не өзгереді? Алдағы уақытта референдум елестетіп көріңіздер. Референдум өтіп, біз бір палатаны таңдадық дейік, бір палаталы парламент таңдадық. Бір палаталы парламент бұндай жүйе нені өзгертеді? Біріншіден бастайық, мысалы саяси жағдайда кепіл болды деп сенат тұр. Ол рас, өйткені Назарбаев неден қорықты? Ол мына импичменттен қорықты. Ал біздің конституция жазылған бойынша импичментті тек сенат қана жариялайды. Сенат өзінің бір комиссиясын ұйымдастырады, сол комиссияға импичментті жариялайды. Ал сенатта, мысалы, президент тізімімен бір 10 шақты депутат болды, сосын қалған депутаттары ол мына әрбір мына маслихаттан 1-2 адамнан сайланатын. Сонда мына аймақтардың өкілдері болған сенатта. Аймақта кім оны сайлайды? Енді маслихатта ол тексерілген адамдар сайланады. Демек, сенатта тек қана тексерілген адамдар. 2 рет тексерілген лояльды тұлғалар дейсіз. Лояльды тұлғалар. Сол үшін ол шында да кепіл болды. Оның себебін айтпай қойған, қанша рет айтылған, Ресейдегі 93 жылы қазан айындағы Госдумасы Ельцинге импичмент жасады ғой. Содан кейін болған нәрсе ғой. Сол үшін жаңа конституцияда вице-президент лауазымын алып тастады, жоғарғы кеңесті алып тастады, оның орнына 2 палатты парламент қойды, бақылау палатын алып тастады, көп нәрсені алып тастады. Сол. Ал енді қазіргі жағдайға келсек, жалғыз палатты парламент ол өте дұрыс. Мен оны қолдаймын. Біріншіден біз унитарлы мемлекетпіз, сол үшін бізге жалғыз палатты парламент керек. Оның құзырлығы күшею керек. Өйткені бұрын сенат мысалы ұлттық комитет төрағасын басқа адамдарды тағайындаған ғой. Ал мәжіліс үкімет жағынан тағайындаған. Енді осы бәр құзырлығы оның бір мәжілісте болса, бір палатты парламентті мәжілісте болса, ол өте қуатты, күшті мәжіліс болайын деп тұр. Бірақ өкінішке орай оны тек 27 жылы референдум болса, сосын сайлау өтсе, 28 жылы сайлау өтсе, біз оны тек 3 жылдан кейін көреміз. Неге соны созып отыр? Неге мысалы келесі 26 жылы осыны істемеске? Осы сұрақ туындып тұр. Неге жасамасқа дейсіз? Неге жасамасқа, Қазеке, сіз не ойлайсыз? Негізі толықтай келсем, бізде мынандай бір феномен пайда болып отыр да, ол қандай. 93 жылғы біздің тәуелсіз Қазақстанның конституциясы, сосын 95 жылғы конституцияның аралығы 2 жылда көптеген өзгерістер болды. Жоғарғы кеңестегі мысалы біздің көрші Қырғыз мемлекетінде қалды сол күйінде.
бір палаталы Грузияда да қалды, Арменияда да қалды. Ал бізде ол қазіргі мысалы 22-ші жылы конституциялық реформаны еске алсақ, ол жерде қандай ең басты өзгеріс? Президент өзінің өкілеттілігін шектеді, 1 жылдық мерзіммен жаңағы өкілеттігін 7 жылдық қылып бекітті деді. Оның бәрі 93-ші жылы болған. Оның бәрі болды, яғни жаңағы жоғарғы кеңесте болды, президент 5 жылдық бір мерзімдік болды, бір палаталы парламент болды. Бірақ екі себепті айтады, жаңағы жоғарыда айтылғандай сын қатерлер. Біріншісі ол президенттік, суперпрезиденттік деп айттық қой, сол 2022-ден суперпрезиденттік билік керек болды. Неге? Унитарлы мемлекет бола тұра, федеративті емес, унитарлы мемлекет бола тұра, бізде сол федерализацияның қауіптері болды, әсіресе солтүстік Қазақстан. Әлі күнге дейін мысалы Ресей бір нәрсе болса, депутаттар болсын, қоғам белсенділері болсын, солтүстік Қазақстан біздікі деген бір сөздерді айтып қалып, түрлі резонанс тудырып жатыр ғой. Тура сол жағдай 90-шы жылдарда, өткен 92-ші жылы азамат соғысы онсыз да Тәжікстанда жүріп жатты. Міне сол мәселені ескере отырып суперпрезиденті керек болды, өйткені бәрі вертикалды билікке бағыну керек деп бір айтып алды. Одан кейін екіншісі жаңа жоғарыда айтылған ішкі қорқыныштар, ішкі тәуекелдер, ол президент билігіне мысалы біріншіден ол бірнеше рет сайлануға мүмкіндік алды 95-ші жылы конституция бойынша, екіншіден қос палаталы парламент құру, яғни парламентаризмнің алғашқы қадамы ретінде. Енді біз қайтып оралып жатырық. Қалай? Біз президенттік мерзімді сол 93-ші жылы конституция жазылғандай бір мерзімдік қылып жатырық. Екі палатаны бір палаталы қылып жатырық. Яғни қазіргі таңда сол кездегі қауіп көтерілер жоқ қазір. Біздің территориямыз былайша айтқан кезде барлық жаңа шегенделген, федерализациялауға ешқандай қауіп жоқ, жергілікті өзін-өзі басқару қалыптасқан, мемлекеттік басқару қалыптасқан. Енді сол алғашқы басында болған, былайша айтқан кезде бізде қайта оралу болып отырған сияқты, басында болған негізгі демократиялық принциптер. Неге демократиялық принциптерді қазір айтып отырмын? 93-ші жылғы конституция ол Францияның, Канаданың сол кездегі алдыңғы қатарлы мемлекеттің конституциясының көшірмесі деп айтуға болады. Басты базалық принциптер енді. Бірақ 95-ші жылы конституцияда ол өзгерістерге ұшырады, үлкен өзгерістерге ұшырады. Нәтижесінде бізде олигархат, олигополия, бір жаңа билікте болуы, суперпрезиденттік, оның бәрін біз көрдік соңғы 20 жылда. Енді бір палаталы парламент. Бірақ бұл жерде бір үлкен мәселе бар. Неге бір палаталы парламент тек қана партиялық тізіммен? Оны не үшін айтып отырмын? Кейін талқылаймыз. Қазір келіспей отырып, өйткені 93-ші жылғы конституция Францияның копиясы. Жоқ, негізі 95-ші жылғы конституция ол 5-ші республика деді ғой, 5-ші республика, соның копиясы болды. Өйткені Назарбаев сол кезде жетті, узурпация демей қой, суперпрезидентский билік керек болды. Ал сол кезде Францияда екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Деголь деген, Шарль Деголь деген өзіне ол өте авторитарлы, өте беделді адам болған. Сол үшін Францияның 7 жылдық мерзімі болған, және президенттік лауазымы өте үлкен бір полномочия еді ғой, өкілеттік көп болды. Сол үшін Назарбаевқа именно сол Францияның конституция таңдады. Өйткені Европада небір дамыған елдер көп қой. Именно осы Франция осы себеппен қабылдады. Өйткені ол президентке үлкен бір мүмкіндік беріп тұрды. Қымбатты спикерлер, негізі тарихты айтқан дұрыс, бірақ тарихтың алдында осындай пікірлі таласпен өз бағасын ала жатар. Енді кез келген Еуропаның көп мемлекеттері қос палата болған, сосын қайттан бір палатаға оралған. Бұл тәжірибе. Бізден жас мемлекетпіз салыстырмалы түрде тарихта. Сондықтан бұған бір үрке қараудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Енді мына сұрақ қойғым келіп отыр. Қазір мәжіліс премьер-министрді бекітеді, үкімет құрамын үйлестіреді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті, бас прокуратура сияқты президентке тікелей бағынатын органдардың басшыларын сенат бекітеді. Сонымен қатар жоғарғы соттың судьяларын бекітеді сенат. Екі палатада конституциялық соттың мүшелерін тағайындайды. Біріктіру жағдайында бұл шешімдердің барлығын бір палата қабылдайды. Егер ертең біріктірсе. Яғни парламенттің құзыреті күшейеді деп айта аламыз ғой, Парламент спикерінің құзыреті. Бұл жерде парламент спикерінің құзыреті ең бастысы осы мәселе. Мен бұл жерде екі сценарий көріп отырмын. Оны енді Асылбек ағамыз жалғастыра түсірер. Екі сценарий. Біріншісі бұл парламент спикерінің күшеюі. Өйткені шын мәнінде қазір мысалы президенттің уақытша өкілеттілігін атқаруға конституция бойынша ол сенат спикері өкілеттілігіне жатады. Ал енді бір палаталы парламент әрине бұл құзырлеттің барлығы сол парламенттің, бір палаталы парламенттің спикерінің құзыретіне өте
бітеді. Ол бір. Екіншіден, енді ары қарай қалай дамуы мүмкін? Бір палаталы парламенттің, мысалы, Еуропадағы жаңа өзіңіз айтқан үлгілерді қарайтын болсақ, бір жерде бар парламенттің өкілеттілігі жоғары мемлекеттер бар, ал бір жерде бар, мысалы, премьер-министр, үкімет басшысының өкілеттілігіне басымдық берген конституциялық негізде. Иә. Сондықтан бұл жерде екі сценарий деп отырғаным осы. Не парламент төрағасына құзырет көбірек беріледі, не премьер-министр, яғни президент номиналды түрде қалады. Мысалы, Бундестагтағыдай, ол жақта канцлер бұл басты мемлекет басшысының негізгі құзыретін атқарады, президент ол номиналды түрде. Сондықтан осы екі сценарийдің қайсысы алдағы 27 жылғы референдумға шығайын деп жатқан конституциялық өзгерістер ғой, біріншіден сайлауға дейін әуелі конституциялық өзгерістер. Осы конституциялық өзгерістердің баптарында қалай өкілеттіліктер, құзыреттіліктер бекітіледі. Міне сол жерден бастап біз жаңа өзіңіз айтқан мемлекеттік басқарудағы әсіресе билік тармақтарының арасындағы аражігін көре аламыз. Қазір бізде мысалы тек қана болжам ғана бар. Осы екеуінің біреуін таңдайды деген. Ал одан кейін әрине, одан кейін түсінікті болады. 29 жыл президенттің өкілеттілігі біткеннен кейін ол сайлауға түсетін президент, ол қазіргідей құзыреті жоғары президент бола ма, әлде номиналды президент бола ма? Және екіншісі, үкіметтің басшысы құзыреті жаңағы парламент төрағасының құзыретінен арасындағы аражігі. Міне осы ғана. 2-3 модельді мысалға келтірді Қазыбек мырза. Сіз қайсы тиімді деп ойлайсыз? Ол негізі жалпы қоғамның және халықтың саяси мәдениетіне байланысты. Қазір көптегі жоғарыдағы отырған шенеуніктер, саяси технологтар өзінше халықты төмендетеді. Ойлайды, әлі халық дайын емес, саяси мәдениет төмен, демек біз әлі саяси ұлтқа айналған жоқпыз деп. Ол рас шығар. Өйткені мысал келтірейік. Франция айтып отыр ғой. Мен ылғи мысал келтірем ғой. Франция футболисті Мбаппе деген бар. Түсі қара дейді, ал бірақ ол өзі француз дейді. Зиданды алайық. Зидан өзі Алжирдің тұрғыны, бірақ өзін француз дейді. Көріп тұрсыз ба? Ал біздегі адамдар, мысалы, орыс өзін орыс дейді, чешенмін дейді, татармын дейді, ұйғырмын дейді. Ешкім мен қазақпын демейді. Максимум ол айтады, мен қазақстандықпын дейді. Ол дұрыс емес. Мен қазақпын дегенде біздің Қазақстанның ұлты, халқы саяси ұлтқа айналады. Осы 2 жылдың ішінде біз саяси ұлтқа айналамыз ба? Үлкен сұрақ. Мына неше түрлі соғыстар болып жатыр ғой. Өзіңіз қарсы шығасыз ғой. Жоқ. Яғни қоғамдық мәдениет, қоғамдық саяси мәдениет, Саяси мәдениет. Әлі пісу үстінде деп айтайықшы, қалыптасқан жоқ деп айтуға келмейді. Және мен сіздің ойыңызбен бұл жерде келісе алмаймын. Бұл жерде мен де спикер болып отқанда жасырғым келмейді. Мысалға қараңыз. Бізде көп азаматтар геосаяси жағдайдан кейін Қазақстандағы тұрақтылықты, еліміздегі шынайылықты, белгілі құндылықтарды бағалап, қазір қазақпыз деп ұрандап жүрген азаматтар аз емес. Сол емес пе? Ал жаңа сіз айттыңыз, әлі дайын емес. Әлі 3 жыл дайын емес дедіңіз, оның алдында сіз 3 жыл күтудің не қажеті бар деп отырсыз. Сонда қалай болған? Мен түсіндірейін. Сіз өте дұрыс айтып отырсыз. Бірақ қараңыз, 91 жыл біз ештеңе күтпей егемендік алдық қой. Қарамадық ештеңеге. Тіпті 35 жыл өмір сүріп жүрміз. Демек, ештеңеге қарамастан реформа керек. Реформаны созбау керек. Сол үшін, сол жағына мен айтып тұрмын, көпке қалдырмай 26 жылы сайлауды өткізсек, жаңа парламент келсе деп. Ол бір. Екіншіден, саяси мәдениет ол міндетті түрде керек. 5 жыл ма, 10 жыл ма, 20 жылдан кейін сол жағдайға келеміз бе? Мүлде келмейді шығармыз. Мүмкін трайбализмға жатып, бәрі рушылдық болып, басқа мен тарап кетеміз бе? Кім біледі оны? Сосын мына қазір біледі көріп, мына дінге берілген мына экстремистік небір ағымдар көбейіп баратыр. Өкінішке орай. Мүмкін, ана білесіз ғой, 1979 жылы Иранда ислам революциясы болды. 78 жылы Иранның қыздары дискотекада қысқа көйлекпен билеп жүрген, 79 жылдан бастап бәрі қара киім киілген. Көріп тұрсыз ба? Кім бізге кепіл береді? Ертең Қазақстан екінші Иран, немесе екінші Афганистан болмайтыны. Кім кепіл береді? Ол бәрі мәдениетке байланысты. Қай вектормен, қай бағытпен біздің қоғам барады, ол белгісіз. Әрине мемлекет өз жағынан, және көзі ашық адамдар өз жағынан сақтау керек. Оған қалай айтсам екен? Қазақпыз ғой.
қазақтың ұлт дәстүрін біз сақтау керекпіз. Және осы қазақтың идентичності тұрып, біз жаңа ұлттық идеяны айту керек. Менің ойымша ол, мен бірнеше рет айтып жүрген, тағы да айтайын, қазақ бол деген ол ұлттық идея болу. Қазақ бол. Қазақ бол деген ол не? Ол жай ғана ұлт емес, ол этнос емес. Қазақ бол деген ол мына азаматтық жағынан. Түсіндіңіз бе? Сонда түсіндіру керек, орысқа да бәріне түсіндіру. Қазақ бол деген сен қазақ емес, ұлт бойынша. Қазақ бол деген еркін адам. Қазақ бол деген ол әділетті сүйетін адам. Қазақ бол деген ол заңды сақтайтын адам. Қазақ бол деген ол ешкімге бағынбайды, тек мына өзінің отанын етеді. Бұрын қазақ кім болған? Бізде ар. Қазақта айтады ғой, қоянды қамыс өлтіреді, еркекті намыс өлтіреді деп. Сонда бірінші орында заң болған жоқ, бірінші орында ар болған. Сонда біз сол ежелдегі келе жатқан сондай құндылықтарды қайтадан қайтарып айтсақ, бізде бірінші орында ар, біз арымызды сатпаймыз. Біз тек соған бағынамыз десек, әрине мен не бір заңгерлер айту мүмкін, жындысың ба, қалай? Заң бар, конституция бар, уголовный кодекс бар дегенде, әрине оны бәрі сақтау керек. Бірақ байқаңыз, президент айтып отыр ғой, заң мен тәртіп деп. Мен сізге бірдеңке айтайын. Мен бір фильм көргем, сонда бір кейіпкер айтады да прокурорға, сен прокурорсың дейді, сен заңды сақтайсың дейді. А мен ФСБ, ресейлік фильмде, мен ФСБ дейді, маған тәртіп керек дейді. Сол тәртіп сақтау үшін мен заңға қарамаймын дейді. Көрдіңіз бе? МВД мен прокурорға заң керек, ал басқа қауіпсіздікке ол заң емес, оған тәртіп керек. Сол тәртіпке қай күшпен, қай іспен, қай әрекетпен жетеді, ол басқа үлкен мәселе. Бірақ оны қояйықшы. Философияға кетіп қалдыңыз. Жоқ, қазір просто айтайын деп тұрмыз да, мына жәнегі мына ұлттық идея. Сол біз ұлттық идеяға барсақ, тіпті мына бүкіл агитация, пропаганда деді ғой, осы бүкіл күшті бәріміз берсек, қысқа мерзімде Қазақстанның ұлты соған жетер еді. Тек мемлекет бүкіл күшін сонда жіберу керек. Мына жерде мынандай бір қосымша тәуекел бар да. Соңғы болып жатқан жағдаймен мен дәлелдеп берейін. Біз болашақта саяси мәдениетіміз жоғары болу керек деп жатырмыз, дұрыс па? Қоғам туралы сөйлесіп отырмыз. Бір ғана фактор бар. Ол бүгінгі таңда Gen Z деп аталады, Z ұрпақтары. Бұл Z ұрпақтарының құндылықтары, ағамыз айтқандай, және де саяси институттарға сенімдері ол мүлдем басқа. Бір ғана мысал, кешегі Непалдағы наразылық. Зумерлер наразылығы деп айтты. Ол бастама ғана. Өйткені зумерлер қазір біздің алдағы 10 жылда билікке де барлық салада жоғары лауазымдарға келеді. Сол зумерлер. Ал енді қараңыздар, бізде әлеуметтік зерттеулер бар, оны жасаған, Қазақстанда да жасаған, әлемдікті. Ол нені көрсетеді? Зумерлер саяси институттарға мүлдем сенбейді. Зумерлер саяси режимдерді мойындамайды, және зумерлер олардың құндылықтары мүлдем басқа. Жанұясында, отбасында басқаша қабылдайды, билікті де басқаша қабылдайды. Сондықтан саяси мәдениет туралы айтатын болсақ та, бір палаталы парламент ертең премьер-министр бола ма, әлде президент бола ма, біз әуелі осы зумерлердің құндылықтарын, өйткені олар цифрлық қоғамда өмір сүріп жатыр, олардың көзқарастары мүлдем қазіргі біздің былайша айтқан кезде тарихи қалыптасып қалғанын айтып отыр. Ұлттық бірегейлік, мысалы ұлттық код мәселесіне де олар үшін, мысалы қазір қараңыздар, қазақ рэпі дамып жатыр. Әуен жағынан зумерлердің талабы мүлдем басқаға кетті. Әрі қарай жаңағы өздерінің TikTok немесе басқа да әлеуметтік желілер қалай олар өздерін көрсетіп жатыр, сыртқы келбеті, жүріс-тұрысы. Сондықтан бұл жерде негізінен бізге ол көп адам көңіл аудара бермейді, бірақ ұрпақтар теориясы қазіргі таңда әлемдік деңгейде барлық менеджменттер барлығы зерттеп жатыр. Бізде әлі зерттеп жатқан жоқ. Бізде әлі зумерлердің талабы қандай, өмір сүру дағдысы қандай, құндылықтары қандай, жалпы ертеңгі күні саяси билікке, саяси режимге мысалы қатыстығы қандай. Олардың мысалы 2024 жылғы қоғамдық зерттеулер институтының несіне қарайтын болсақ,
әлеуметтік зерттеулердің жауабына 24-тен 30-ға дейінгі тіпті жастардың арасында 20% ғана саяси институттарға сенім білдіреді, қалғандары сенім білдірмейді. Президентке кесейдің зерттеуі 84% деп отыр, оның өзінде 30-дан жоғары азаматтардың қазір әлі ұстап тұрған, енді олар әлі мысалы былайша айтқан кезде бізде мына билік пластында тұрғандар, бірақ енді 10 жылдан кейін өзгереді ғой, бәрі өзгереді, зумилер болса да келіп жатыр. Ал олар келген кезде қалай болады деген кезде біз бұрынғы өзіміздің қалыптасып қалған көзқараспен оларды біз былайша айтқан кезде саяси процестерге тарта алмаймыз. Олар басқа жаңағы күн тәртібімен келеді. Непал көрсетіп отыр, ол Непал бастама ғана. Непал Үндістан мен Қытайдың ортасында тұр. Ертең көреміз. Ол Қытайға да ауысып кетуі мүмкін, ол жаңағы Үндістанға да ауысып кетуі мүмкін. Оның эффектісі жоғары болады. Неге? Өйткені шекара жоқ. Цифрлық барлығы. Кеше көшеге қалай шықты, оларға айтты, Фейсбукты, ТикТокты жаңағы ресми тіркейсіңдер, болмаса болмайды деген кезде соған наразы болып шықты ғой. Көрдіңіз ба? Бұл жерде жаңағы спусковой крючок дейді ғой, бастама, ол жай ғана олардың бір ғана таңдауына қарсы болған нәрсе. Экономикалық емес, кезінде бізде яғда газдың бағасы төмендеу дегенде қаңтар оқиғасындағыдай, саяси емес, жай ғана цифрлық олардың мүмкіндіктеріне осындай талап қана қойып еді, цензура деп айтпаймыз, талап қойды. Сіздер міндетті түрде тіркеу керексіңдер. Оттай лапита қалды. Бізде осы қоғамдағы зумирлердің қазіргі үлкен сигнал ғой негізі жалпы әлемге. Әрине, әлемге. Мен соны айтқым келіп отыр. Бізде соған дайынбыз болу керек. Яғни саяси мәдениет қалыптастыру мақсатында және алдағы мысалы өтетін өзгерістерге біз қаншалықты дайынбыз, осы ертеңгі сайлаушылар ол зумирлер. Ал мен мына сен айтып отырсың, Үндістан мен Қытайдың арасында деп. Бірақ көрші Ресей мемлекетімізде Фейсбукты да бәрінде Фейсбукты мета компания террористік организация деп айтып отыр. Көріп тұрсыз, біз оны Фейсбукта күнде жазамыз. Ресейде ол террористік ұйым. Көріп тұрсыз, сол үшін, бірақ халқы шыдады ғой. Нюансқа назар аударайық, көтеріп отыр бәрі. Бізде ондай жағдай болмайтын, мен кепілдік берем. Өйткені негізі Непал билігі мысалға аталмыш компанияға, метаға тіркеліңдер деп айтты. Олар тіркелуден бас тартқанын ескертуіміз керек бұл жерде. Солай емес пе? Ресми тіркеліңдер біздің елге, салық төлеңдер деген сияқты. Бізге Facebook компаниясы салық төлеп отыр, тіркелген ресми. Білесіздер ғой. Соқтан ондай бізде бүгін ертең ондай проблема ма? Және зумирлердің мәселесіне қатысты жасанды интеллект. 3 жылда біз толығымен цифрландырылған мемлекетке айналуымыз керек. Осы жолдауда айтылған. Цифрландырылғанда біз енді толығымен цифрландыру бойынша әлемде біз 21-ші орын аламыз. Біз көп нәрсені жоққа шығара беретін, диванда отырып алып, көп нәрсені жоққа шығара беретінімізді жасырмауымыз керек. Сол жақында Қытайға барып келдім. Сол салыстырмалы түрде Түркияда да болдық, мысалы жуырда. Бізде интернеттің жылдамдығы, жаңағы сөз бостандығы, еркіндік болсын, цифрландыру болсын, үйде отырып, елдер жұрттар мысалы апталап жинайтын құжатты біз 5 минутта шығарып аламыз. Енді оның үстіне қазір түгелмен нақты тапсырма берілді ғой. Ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, енді білмеймін, олар осы уақытқа дейін бұлғақтап келді ғой, цифрландырмай көп. Өйткені қалай ол цифрланады, ненің қайда кетіп жатқаны көз алдыңа шығады. Бюрократияның барлығына тосқауыл болады. Сондықтан жайыңдей проблемалар, зумирлердің проблемасы осы жуық үшірда шешілу керек шығар деп ойлаймыз. Біз осыда екі нәрсе бар. Біріншіден, саған айтып қойайын, жасанды интеллектті мен екі қолмен қолдаймын. Ол бір. Екіншіден, ол дұрыс айтасың, мына тендер анау мына цифрлық ақша теңге болады ғой. Сол кезде оны тонауға өте қиын болады, мүмкін болмайды. Өйткені цифрлық ізі қалып қалады да, сол үшін оны тонауға өте қиын. Ол екінші нәрсе. Бірақ үшінші нәрсе бар. Қытайда айтып отырсыз. Біз мына ертең полициялық мемлекет болмайық. Қазірдің өзінде бізде не көп? Көшелерде камера көп. Демек, сізге айтайын, ақшта, Америкада 13 пе 15 штатта заң түрінде камералар тыйым салынған камераға. Өйткені ол азаматтардың азаматтық құқын бұзады. Азаматтың бостандығы. Конституция оған кепіл берген. Мен сенің, то есть азаматтың құқығын бұзбаймын деп. Ол конституция жазылған. Ал камералар, цифровизация, опознавание дейді ғой, сразу адамды көріп отырады, мына көшеде келді, ана жерден шықты, мына жерден жүрді деп. Ал менің бостандығым қалай? Бостандық қай жерде бұзылады? Бір адам жеке шекарасына кірген кезде бұзылады. Солай емес пе?
жеке тұлғаның. Ал қоғамдық орынға бейнебақылау орнату бір жеке азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында. Біз неге Жапонияны айтпаймыз? Демократиясы дамыған оңтүстік Кореяны ішкі істер министрлікте неге жұмыс істемейсіз қазір? Неге оңтүстік Кореяны психология ұқсайды екен оларға. Тақырып жалғастырсақ, егер де мысалға жай сіз бір партиялық мәселені айтпадыңыз, бір палаталы парламентке өтсек, онда тек депутаттар, яғни депутаттар тек партиялық тізіммен ғана парламентке сайлана алады. Партиялық тізіммен парламентке бару бұл демократияны күшейте ме, жоқ әлде партиялық монополияға апара ма деген алаңдаушылық қазір бар ғой. Енді партиялық монополия демей қойық. 23-ші жылғы 8-ші шақырылым қазылық мәжілісте аралас жүйемен келді ғой. Бір мандатты өзін-өзі ұсынатын депутаттар да барды ішінде. Одан кейін партиялардың өзінде жаңа партия кірді, республика партиясы, өйткені партияға өтетін жаңағы межені 7%-дан 5%-ға түсірді. Бұл жерде екі мәселе бар менің ойымша. Біріншісі, бір мандатты округпен жаңағы өзін-өзі ұсынғандар қайда кетеді деген сұрақ туып жатыр. Депутаттар қайда кетеді деген. Жолдауынан шыға салып алаңдап жатқан. Одан бөлек тағы бір мәселе бар. Сенат депутаттары қайда кетеді деген сияқты да. Енді көптеген қазіргі болжамдар жасап жатыр ғой. Бірақ мен бұл жерде бір мәселені көріп отырмын. Партияларды ашуға, яғни жаңа партияларды ашуға, көп партиялық жүйе дейміз ғой. Соны жүйені дамыту үшін сайлау туралы, сосын партиялар туралы, саяси партиялар туралы заңнамаға тағы да өзгерістер керек сияқты. Бізге жаңа партиялардың ашылғаны, яғни пайда болғаны керек. Кешегі сол бір мандатты округпен мысалы келген азаматтар олар айтып жатыр ғой, біз партияға ешқандай партияда тұрмаймыз. Біз өз ойымыз, өзіміздің жаңағы позициямызбен келген. Онда сіздер жаңа саяси күш құрғыларыңыз келсе, оларға да сол жаңа саяси партия ашуға мүмкіндік беру керек шығар. Ол бір. Екінші жағы бар. Партиялық тізіммен деген сөз, ол бір ғана партияның емес монополиясы. Ол бір қаншама партия, мысалы бізде қазір 7 партия бар ма? Ресми тіркелген 6-ауы мәжілісте отыр. Осы 7 партияның да президент өзінің жолдауында айтты ғой, мысалы бұрын деген сайлау болатыны кезектен тыс болады дейді да, 3 ай қалама, 4 ай қалама партиялардан мынандай сұрақ туады. Ой, біз үлгермей жатырмыз, біз жаңағы электоралды кезеңді өткізуге мүмкіндігімізге болмай жатыр деп. Мына жерде бір жылдан астам уақыт бар, ал дайындалыңыздар, көрейік дегендей. Бір жағынан. 2,5 жыл. Онда 2 жағы. Енді партия мүшесі ретінде Асхат мырзамыз қосымша айтып жатыр. Бірақ мен тағы бір айтатыным бар еді. Көп партиялар, мен мысалы қаншама саяси жаңағы электоралды кезеңдерді көрдік қой. Дегенмен де олардың басты электоратпен жұмысы сонда да баяу. Бізде партиялар мысалы соншалықты өте проактивті режимде жұмыс істеп жатқан жоқ. Бәлкім, мысалы Ресейде дейміз ғой, Ресейдің де факторын ала салайық. Ресейде жаңа адамдар деген партия құрылған болатын, толықтай цифрлық партия. Мысалы цифрлық партиямыз деп шықты. Бізге де мүмкін, президент айтты, жасанды интеллект деді, цифровизация деді. Бізге де бәлкім цифрлық партиялар құрылу керек шығар. Цифрлық партиялардың ертең күні әлеуеті де мүмкіндігі де жоғары болатын сияқты. Міне бір идея ретінде. Қазірдің өзінде, кешірім сұрайым. Қазірдің өзінде мысалға әлеуметтік желіде байқасаңыз, партия құрғысы келетін қазірдің өзінде бір үндеу тастап бастама көтеріп жатқандардың бар екенін айта кетуіміз керек. Яғни алдағы уақытта жуық бір жылда, жарты жылда бірнеше партия пайда болуы мүмкін. Ба? Мен айтайын. Пайда болғаны дұрыс деп ойлаймын негізі. Негізі көп партиялар болған дұрыс. Айтады ғой, мына Бишкекизация, Қырғызстандағы сияқты біз тәжірибесін қайталамайық деп, өйткені Қырғызстанда 5 жыл бұрын 242 партия болған. 242 партия болған. Ол дұрыс емес деп. Менің ойымша ол ауру, демократиялық ауру, сол ауруды біз міндетті түрде, мысалы біз бала кезінде небір аурумен ауырып кетеміз ғой, ол біздің иммунитетке керек нәрсе. Оны міндетті түрде біз ауру керекпіз. Өту керекпіз содан. Менің ойымша осы партияға еркіндік беру керек. 100 бе, 200 бе, 500 партия болса болсын, олар қысқа мерзімде 50% жоқ болып кетеді, өйткені қаржы жоқ. Оларға бұрын айтады, мен тіркемей деп. Ал тіркелдіңдер. Тіркелгендегі не айтады? Идеясы жоқ, қаржысы жоқ, дұрыстап бір лидері жоқ, олар басқаратын адам жоқ, сол үшін жартысы жабылып қалады. Қалғандары қиналып, біраздан тағы жабылып қалады. Зато Қазақстандағы бір азамат бір апайсын айтпайды, менің партиямды мына билік тіркемей отыр деп. Сонда ол саяси билікке үлкен бір бонус болады. Біз оны түсіну керекпіз. Біз енді 2022 жылы
өзгеріс жасадық, 23-те сайладық, 2 жыл ғана болды ғой, өзін өзі ұсынған бір мандат округтен келген депутаттар. Енді олардың сапасы, жаңағы құрамы, іс-әрекеттері, басқа мәселелер ол бір жағынан. Екінші жағынан мен ойлаймын, аралас жүйе ол таңдау ең бастысы. Бізде деген сайлау бюллетенінде барлығына қарсы деген мысалы графа болса, тура сол сияқты сайланатын адамда да мен не өз-өзін сайлай аламын, не партия арқылы сайланамын деген сияқты таңдау болу керек. Таңдау болған жерде ертеңгі күні сынды азаяды, өйткені сіздерге мүмкіндік бердік деген. Кешегі мысалы 23-ші жылғы сайлауда енді Астана мен Алматыда ғой, әсіресе өзін-өзі ұсынғандардың жаңағы қарасы көп болды. Қарасы өте көп болды. Яғни былайша айтқанда сұраныс бар, халықта таңдау бар. Жолдауда президент айтты ғой, талқылаңдар, халық талқыласын, бір жыл бар әлі. Бір жыл бар, Ұсыныс әбден айтайық. талқылап алсын, парламентте талқыласын, азаматтық қоғам талқыласын деп біз талқылап отырмыз. Иә. Жаңа сіз айтып отырған мәселелер әлде пісіп, жетіліп, бәлкім бұл айтылып отырған мәселелер өзгеріске ұшырайтын шығар. Біз президентті біз сол қалпы қателіктен тоқтату керекпіз. Ол қателік, біз оны тоқтату керекпіз. Тіпті қос палаталы парламент соғып қалуы да мүмкін ғой. Ал егер қалса не болады деген сұраққа келейікші ал. Қалса не болады? Референдум деген өте жақсы нәрсе, біз білмейміз ғой. Референдумда егер қарсымыз деп графада көбірек дауыс алатын болса, онда екі палаталы, қос палаталы парламент қалады деген сөз. Бұл жерде мынандай мәселе, жаңағы өзін-өзі ұсынуды егер бермейтін болса, тізім ғана болатын болса, көбісі қарсы болатын сияқты. Егер өзін-өзі ұсынуды қосымша сол 30%-дық немен ең болмағанда, қазіргі жағдай бойынша қалдыратын болса, ол да мүмкін өзінің эффектісі болады шығар. Ойлану керек. Қолдап отырмын, өйткені қазіргі сенатта, мен сенатқа мысалы қарсымын, бірақ сенаттың бір плюсы бар, ол әрбір аймақтан өкілдері бар сенатта. Сөйтіп сенат арқылы әрбір аймақ өз құқығын қорғай алады, заңды түрде парламентте. Егер партия тізім болса, жалғыз мандатты адамдар болмаса, онда аймақтың құқығын қорғайды. Біз көрдік қой, кейде өткен сайлауда қарасақ, 50 емес, бірақ 70% адамдар Алматы Астананың өкілдері. Сен мен сайлаған жоқсың, мен партиядан барым деген көрдік қой, сонда көрдік. Депутаттар да болды. Кейбір аймақтардан бірде депутаты жоқ қой. Түсін, әрбір аймақтан, партия емес, аймақтан, Семей, Жезқазған, Аягөз, мысалы, Жаңаөзен, Орал, сол жерден өзінің депутаты болу керек. Сенат соны жасап отыр. Аймақтан өкілділік бар. Сенат кетеді, сенат кетсін, бірақ мына жалғыз мандаттық округ болса, сонда міндетті түрде Орал болсын, Жезқазған болсын, Семей болсын, сол жердегі жергілікті депутаттар, жалғыз мандаттар, Ермұрат Байпи сияқты Алматыдан сөйтіп сайланады. Бақытжан Базарбек сонда аймақтың мүддесін қорғайтын депутаттар міндетті түрде болады. Партиялық жүйе, ашығын айтуымыз керек, енді толық қалыптасты деп айта аламыз ба біз қазір елімізде партиялық жүйе? Жоқ, әрине. Сіз де бір партияның мүшесісіз. Жоқ, сіз Амұраттың мүшесісіз ба? Жоқ, мен Қазақстан халық партиядан бір жыл бұрын шығарып тастады ғой. Якобы мен партияның репутациясына бір за нанесение ущерба репутации партии деп. Негізі айтады ғой қазақ, тура айтқан туғанына жақпас деп. Солай ғой оның бәрі. Мәселе басқада, қараңыз. Қазіргі заманда бәріміз білеміз, оны жасыру. Ауруды жасырған қалай? Өлет дейді ғой. Буквально 1-2 күн бұрын Самал Ибраева, ұлыс медиа журналист айтады, ал жастар өзіміз партия құрмаймыз да дейді. Көрдіңіз бе? Самал Ибраева қосылып отыр. Ана өткен депутаттағы әйелдер Гаухар айтып отыр, Танаша, менде бір партия құрайық деп. Көрдіңіз бе? То есть қазір байқасаңыз, саясатқа әйелдер белсенді түрде кіріп баратыр, және әйелдердің партиясы ашылуы мүмкін. Мысалы, көп балалы аналардың партиясы болуы мүмкін. Мысалы, пенсионерлердің, зейнеткерлердің партиясы болуы мүмкін. Өйткені әйелдер 58 жасқа пенсияға шығамыз деп қанша талап еткен? Жоқ, 61-де қалдырды. Соны талап еткен адамдар ертең партия құру мүмкін, әйелдер. Біз пенсияға шығамыз деп. Бізде пенсионерлер бірнеше 2 миллион ба уже солай болайын деп тұр. 3 миллион ба. Көріпсіз ба? Ол Қазақстан азаматы, оның құқы бар. Мен өзімнің талабымды ашық түрде айтуға құқысы бар.
Неге біз оның аузын жабамыз? Сөйтіп, сондай партия ету керек. Өйткені қазіргі 7 ресми партия, өкінішке орай, олар саяси спектакльге қатысып жүрген. Бір лидері бар Аманат партиясы, қалғандары сол жақтан, оң жақтан әйтеуір бір демократияны жасап жүрген, өзінің рөлін орнап жүрген адамдар. Қазеке, сіз түйіндесеңіз, бізге берілген уақыт аяқтап қалған екен. Қиналып қалдым ғой мен. Негізі партиялар туралы мен қаншама түрлі эпитеттер бар. Зомби партия дейді, ұйқыда жатқан партия, бір адамның партиясы. Мен өзімді бұған дейінгі пікірлерімді айтқан. Ол шындыққа жанасады. Мысалы, партиядан белсенділігі бір адамға ғана байланысты болып қалады. Мысалы, Ақжолда Перуашев деген сияқты, немесе қазір тіпті Республика партиясының өзі сол өзінің Қожа Назаровтың айналасында ғана бір партия тұрған сияқты. Ал шын мәнінде партия ондай болмау керек. Партия деген ол әр аймақта филиалдары бар, мысалы, республикалық партия. Бәрінің филиалы бар ғой. Иә, олардың барлығының белсенділігі тең дәрежеде жұмыс жасау керек та. Бізде содан кейін партиялар неге зомби партия деп айтатыны, олардың партияның жұмысы билікке таластан бұрын оларды үздіксіз жұмыс жүру керек. Бізде өкінішке орай көп партиялардың барлық басым бөлігі тек қана электоралды кезінде ғана біз көре бастаймыз, барлық жерде жүрген жаңағы туларын да көреміз, немесе эмблемаларын. Ал шын мәнінде олардың жұмысы қазір, мысалы, жолдауға дейін де жалпы кез келген уақытта жүріп отыру керек. Сол кезде ғана ертеңгі күні мысалы кез келген электоралды кезең басталған кезде олардың шын мәнінде жаңағы ядролық дейді ғой, ядролық электораттың жұмысын көруге болады. Соңғы сұрақ қойайын. Ойларыңызды айта алдыңыздар ғой, бүгінгі тақырыпқа қатысты. Соңғы сұрақ, мынау қазір байқасаңыздар, әлеуметтік желіде көптеген белсенділер қазірдің өзінде асықтырып жатқан сияқты процесті. Сіздің өзіңізде 3 жыл бар деген секілді айтып отырсыз. Партиялар үшін уақыт керек деп отырмыз, мысалы, сіз жаңа айтып отырсыз. Кейде расымен де сол партиялар үлгермей қалдық, жаңағы сайлау процесіне деген сияқты ұрандарды айтып жатады. Немесе жалтару деп айтамыз ба. Референдум керек па деген сұрақ. Әлде парламенттен де халық өкілдері ғой. Мысалы, аралас сайлаумен барған депутаттар да бар. Референдум керек па, жоқ па? Менің ойымша референдум керек емес. Рахмет, қымбатты спикерлер. Енді бірден айтайық, әлі 2 жыл уақыт бар. Қалай дегенмен де бізде енді алда өте қызықты, тартысты, үлкен саяси дода күтіп тұр. Референдумға дейін референдум өтсін. Оны мемлекет басшысы өтеді деп ұсыныс жасады ғой. Қазір қызу елдің ішінде талқыланып жатыр. Бұл тақырыпқа біз әлі тағы да бір емес бірнеше рет ораламыз. Уақыт тауып келгендеріңізге алғыс айтамын. Қымбатты Бап Таймстың көрермендері, біздің парақшамызға, YouTube арнамызға жазылыңыздар, сұхбатыңызбен бөлісіңіздер, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Эфир тезгін ұстаған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық, сау болыңыздар.